Мен жас журналист Текелі қаласының номер 6 орта мектептің 10-шы А сынып оқушысы Баяндан қызы Әсем. Қарапайым адамның тарихы тақырыбындағы журналистік сұхбатымды темірден түйіп, күмістен күйін ұққан құрметті ағамыз Зайыт Селимхан ағамызға арнадым. Зайыт аға, өзіңіз жайлы және осы зергерлік өмірге қалай келгеніңіз жайлы айтып берсеңіз. Мен бірінші зергерлікке келгенде мен 8 жасынан бастап әке көрген Оғжанат, шеше көрген Томшет деген сияқты. Мен әкем сол үй ағаш басатын, аттың әбдалдарын айтып бүйтіп жасайтын, сол кісіден көріп жүріп осы өнерге қызығып, сол 8 жасынан бастап мен домбыраға әуес болып домбыра жасадым. 8 жасында домбыра жасадым. Одан кейін мен осы зергерлікті сол 90 жылдан бастап жасадым. Қанша жылдан бері осы салада жұмыс істейсіз? Мен 92-ден бастап осы зергерлік салада жұмыс істеймін. Шабытты қайдан аласыз және әр бұйымның эскизін қалай жасайсыз? Шабытты енді бұрынғы мына қазақи қолөнердің, бұрынғы ұсталардың жасаған әшекей бұйымдарынан содан барып шабыт аламын. Әкемнен көрген барып. Бүгінгі нарықта қандай әшекей бұйымдар сұранысқа жоғары? Бүгінгі нарықта негізі қазақи шашбау, алқа, сырға деген сияқты, одан қазақи бәкі, пышақ деген заттар сұраныс жақсы. Одан күміс белдіктер жақсы. Есте қалған жұмысыңыз, соңғы рет есте қалған жұмысыңыз? Соңғы рет есте қалған жұмысым негізі набор жасау есте қалған. Зайыт аға, сізге шығармашылық табыс, еңбегіңізге береке, қолыңыздан шыққан әр туындының қазақтың ұлттық өнерін ары қарай шыңдай беріңіз және шеберлігіңіз артып, жұмысыңызға береке тілеймін. Алхамдулилlah, рахмет. Өздеріңізге әрқашан жақсылық болсын. Алланың назарында, бақыттың базарында жүре берулеріңізді тілеймін.